Сейтқазұлының сөзіне тұздық болсын. Бізде қоғамда 3-4 үрей бар осыған байланысты. Біріншіден ол енді Абай облысындағы болған Семей ядролық жарылыстар, ол тек қана ол жерде болған жоқ, басқа өңірлерде де орын алды. Павлодар облысында да, Маңғыстауда да ондай дүниелер болды. Сол себептен қоғамда осыған байланысты үрей бар. Біріншіден түсіну керек. Бейбіт атом мен ядролық қару бұл екеуі екі дүние. Ядролық қаруда пайдаланған уранның мөлшерін біз 20 атом электростанциясын салсақ та, соған пара-пар мөлшердегі уранды біз пайдаланбаймыз. Бұл таблеточный форма. Бір атом электростанциясын пайдалануға бір шелек уран қажет болса, соны біз 10 жыл пайдаланамыз. Бір атом электростанциясының 100 жыл бойы қызметіндегі шығарылатын залалы, енді орташа есеппен бір КАМАЗ. Болды, артық одан артық болмайды. Біріншіден атом электростанциясын салу үшін МАГАТЭ деген ұйым сол мемлекеттің кемінде 75-80% атомның электростанциясының заттарының локализациясы сол елде болу керек. Шығарылатын жаңағыдай қажетті шлангыларынан бастап реактордың өзіне дейін. Енді біз білеміз, Ресей мемлекетінде қазір санкцияға ұшырап жатқан осындай бір шектеулердің бар екен. Сол себептен ол мемлекетте әзірше локализация атом электростанциясы бойынша 80%-ға жетпейді. Сол себептен біздің бірінші қоятын міндетіміз кез келген мемлекетте локализацияны көтеру керек. Ондай локализация Қытай Халық Республикасында бар, Оңтүстік Кореяда бар, Францияда бар деген сияқты. Сол себептен келісімшартқа мемлекет қой енді үміткер. Қол қойып жатқан уақытта біз осы мәселелерді міндетті түрде алдыға қоямыз. Ол біздің талап болмайды. Ол халықаралық ұйымның талабы болады. МАГАТЭ-ні. Сосын тағы үрей бар, жаңа коррупцияға байланысты. Қалай болады? Мен сізге айтайын. Атом электростанциясын салуды ғана емес, оған дейінгі техникалық, экономикалық өлшем, оның салынатын жері, ол жерде қандай кадрлар жасайды, оның ЖСК-сы дейміз, ПСД-сі, ол қашан салынады, этаптары қалай болады, біткеннен кейін кім онда жұмыс жасайды. Кадрлық саясаттың барлығын біз тек қана бір ұйыммен келісіп жасаймыз. Ол МАГАТЭ. Қазақстан бұл жерде бір жақты шешім қабылдай алмайды. Алаңдамасаңыздар да болады. Ермат мырза, үрейіңіз сейілді ме? Жоқ, енді мен бұл мәселеден біраз хабардармын. Біраз хабардармын, бірақ менің айтып отырғанына қоғам білу керек осы мәселені. Біз осыны жеткізе алмай жатырмыз. Осы әрине біздің елге АЭС-тің керектігін айтамыз. Уақытқа заңсыз алынған, қазір қайтарылған активтердің қайда жұмсалғанын біле алмай дал болып жүрген. Сосын тағы бір мәселе бар. Тағы бір үрейден тақырып бастадық қой, Артай мырза. Тағы бір үрей, атом электростанциясы Алматы облысында салынады, Балқаштың төңірегінде. Сонда қоғамда мынандай үрей бар. Балқаштың төңірегінде салынады, ол Балқаштың суын пайдаланады. Ертең Балқашқа қайтадан осындай су құйылады. Температурасын көтеріп жібереді. Балық жәндік барлық фауна өзгереді деген сияқты. Олай емес. Оған су, арнайы су дайындалады. Ол Балқаштан алынуы мүмкін, жер асты су алынуы мүмкін. Оның өзінің арнайы минерализациясы болады. Содан кейін барып атом электростанциясынан су бөлініп шықпайды. Ол испарение болады, іске асырылады, бұл сонымен су кетеді. Сонымен қатар бұл қазіргі реакторлар, енді өткенде мамандарды айтқан шығар, бұл сусыз жұмыс істей береді. Әрине. Ондай көп су оған қажет емес. Сосын оны үлкен ауылының маңында саламыз деген ой бар. Бұл зерттелген жоба. Үлкен ауылының тұрғындары да бірнеше сұрақ қойды. Мен сізге айтайын, енді бұл жоба сәтті іске асса, болашақта 8.000 адам онда жұмыс жасаса, атом электростанциясы іске қосылғаннан кейін 4.000-ға жуық азамат жұмыс жасаған кезде үлкен ол ауыл болмайды. Үлкен ол қала болады. Оның қасының барлық инфраструктурасы өзгереді. Өйткені бұл үлкен кластер. Бұл, мен сізге айтайын, Қазақстандағы 10% жетіспейтін энергияны қамтамасыз етеді. Ол жалпы энергияны емес. Бізде қазір Қазақстанда қажеттік энергияның өлшемі, менің есебім біздегі ақпарат бойынша 135 миллиард киловатт сағатына. Ал бұл атом электростанциясы, егерде 2400 мегаватт болатын болса, бұл шамамен 24 миллиард сағат не береді. Бұл қазіргі беріп атқан электр қуатының 5-тен 1-ін береді. Көрдіңіз ба? Сол себептен өте маңыз. Сосын бұл өте тұрақты электр қуаттарының бірі. Жаңа сіз баға туралы әңгіме айттыңыз. Бағасы қалай болады, халыққа тиімді бола ма деп. Атом электростанциясының бір нәрсені ескерте кету керек, елде мынадай да мәселе бар. Атом электростанциясы іске қосылғаннан кейін қазіргі тариф саясаты өзгеріп, халыққа елге қол жетімді бола ма, яки баға арзандай ма деген мәселе. Қазір біз
Ресей мемлекетінен өзіміздің осы жетпей жатқан дефициттің орнын толтыру үшін 100 миллиардқа теңгеге жуық қаражатқа электр қуатын сатып алып жатырмыз. Ресейдегі алатын бағамыз 50 теңгеден асатын баға. Қазақстанда ондай баға жоқ. Көрдіңіз бе? Әлемде электр қуатының бағасы орташа есебі 70-90 теңгеге дейін. Қазақстанда электр қуатының бағасы едәуір арзан одан үш есе. Ал Атом электростанциясының қуатының бағасы электр қуаты әрине көмірмен шығатын, газбен шығатын станциялардың немесе гидроэлектростанциялардың бағасынан сәл қымбатырақ болады. Бірақ бұл атом электростанциясының шығаратын қуатының бағасы ол тек қана инвесторларға тиімді. Яғни соларға қарай беріледі. Ал коммуналдық мақсаттарда біз керісінше сол көмірдің, гидроэлектростанциялардың қуатын пайдаланатын боламыз. Сол себептен атом электростанциясын біз инвестор тарту үшін соларға беретін тұрақты электр қуаты. Солай қарастыру керек. жақсы. Жалпы енді бір нәрсенің бірақ үнемі басын ашып айтып кету керек. 6 қазан күні референдум өтеді. Сол кезде Қазақстан халқы басым дауыспен қажет деп тапқан жағдайда ғана бұл жоба жүзеге асады. Бірден мәселенің басын ашып алу керек. Енді жаңа біз бірқатар мәселелерді айтып отырмыз. Оның ішінде мінекей ресми дерекке салсақ, энергияның жаңа жетіспеушілігі туралы. 2035 жылға қарай Қазақстанда электр энергиясы тұтыну 152,4 миллиард киловатт сағатқа дейін өседі дейді. Бұл кезде біздің энергия тапшылығымыз өте көп болады еселенеді. Яки осы қазіргі бағытта қалып кетсек, демек біздің көрші елдерге деген энергиялық тәуелділігіміз одан сайын артады деген сөз. Бұл ең басты мәселе. Енді қараңыздар, Ермұрат мырза, НАСАның ғалымдары атом электр станциясы салынған жағдайда жалпы атом электр станциясы қоршаған ортаға, экологияға қандай оң әсерін тигізуі мүмкін деп ресми зерттеу жасапты. Соған сәйкес қарасақ, өндірілген қуаттың атом электр станциясы арқылы 1 гигаватты 2 тоннадан астам мазутты, 6 миллион тоннаға жуық көмірді және 2 миллиард 600 миллион текше метр газды үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұл енді өте жақсы дүние. Жалпы бұл енді жаңа өзіңіз айтқандай жемқорлықпен бүлінбеген кәнігі ресми НАСАның жасаған зерттеу. Енді егер халық бұны қолдаған жағдайда, біздің елімізде атом электр станциясы салынатын болған жағдайда, мынау ядролық қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғауға қатысты арнайы тағы бір заң жобасы жасалу керек пе, жоқ па сіздіңше? Менің ойымша, егерде біз дәл осы атом электр станциясына байланысты технологиялық даму қажет болатын болса, бізге технократтық негізде заң керек. Оны біз жан-жақты қамтамасыз етуіміз керек. Ол технологиялық негіздерін қалыптастыратын заң керек. Сондықтан біз, менің ойымша, оған дәл бүгін ертең ғана емес, осы жуық маңда бұл қажеттілік туады деп ойлаймын. Себебі біз экологияны бұрын жаңа көмірқышқыл газынан, басқа да қатерлерден қорғап келсек, ендігі заңымызда бізде экологиялық атом энергетикасына байланысты экологиялық қажеттіліктер туады. Ол әрине заңдарда, тиісті заңдарда көрсетілу керек болады. Біз бұған дейін АЭС-ті пайдаланып көрген жоқ, бұл жөнінде бізде жаңағы заңнамалық талаптар болған жоқ. Ендігі егерде кіріскен жағдайда ол әрине заңда көрсетілу керек деп ойлаймын. Елден мырза, сіздің пікіріңіз? Әрине, біріншіден бұл жаңа мәжіліс, бұл жаңа Қазақстанда пайда болған парламенттің бір саяси институт ретінде шынайы шегенделген уақыты. Біз кез келген мәселені қазір мәжілістің деңгейінде, заңның деңгейінде пысықтауымыз қажет. Мәжілісте қандай заңдар қабылданды соңғы уақытта? Сыртқа шығарылған заңсыз иемденген Активтерді қайтару бойынша заң болды ма? Болды. Ұлттық қор балаларға деген маңызды шешім қабылданды ма? Қабылданды. Дәл солай атом электростанциясының жұмысын пысықтайтын, оның әрбір қадамын реттейтін, оның коррупциялық барлық рисктерін алатын, атом электростанциясының пайдаланған уран жаңағындай өнімдерін кейін қайта ядролық отходтар ретінде пайдаланатын болсақ, оны көметін, оны қарастыратын, оны залалсыздандыратын сияқты барлық деңгейдегі, менің ойымша, осы атом электростанциясының аясында арнайы заң жобасын біз қабылдаймыз. Кеше ғана Шымкент қаласында мәжілістің төрағасы Ерлан Жақанұлы өз сөзінде былай айтты. Міндетті түрде деді, атом электростанциясын салу бойынша елімізде қолдау тауып, референдумда біз жеңіске жететін болсақ, бірінші кезекте мәжіліс атомды игеру, бейбіт атомды игеру, жалпы атомның
осы энергия саласындағы игеру бойынша оның қалдықтарын залалсыздандыру бойынша арнайы заң жобасы бізде міндетті түрде болады. Ол бір емес, ол бірнеше заң жобасы болуы мүмкін. Ол тек қана заң емес, мүмкін кодексте болуы мүмкін. Яғни қазіргі таңдағы осы дүниенің барлығы біріктіріп іске асырылу керек. Өйткені бізде алдын алу үшін біз шегеленген заң керек.